жазылу, лайк басу, комментарий қалдыру, досына жіберу. Төртеу қосылып, менің подписчигім пайда болады. Арна жазсай. Аватар тек балаларға арналған қарапайым мультфильм емес. Ол өмірдің күрделілігі мен адам табиғатын терең қырларын көрсететін шығармашылық туынды. Оның артында жасы мен мәдениеті әртүрлі адамдарға арналған философиялық және сұмдық идеялар жатыр. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтаныз арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Және керемет комментарий жазып 5000 ұтып ал. 5000 ұтып алған адам осы адам. Достар, онда өзіңіз бірге шай, печенье алыңыз. Себебі бұл видео ең қызықты видеолардың бірі болды. Аватарды көрсең лайк бас. Оны достар, бастайық. Ең алдымен мультфильм басты кейіпкерлері. Аңкың тағдыры үлкен трагедияның символы. Ол 112 жасында қарғап қалған. Себебі 100 жыл мұздың ішінде ұйықтап жатқан. Осы жылдар ішінде оның туған әлемі жойқын соғысқа ұшырап, үлкен азап шекті. Бұл тағдырдың әділетсіздігі мен уақыттың тоқтамайтын күшін білдіреді. Бір жас бала өмірін сақтап қалу үшін бүкіл әлемнің тағдыры ауыр салмақпен оның мойнына түседі. Сонымен қатар мультфильмде басты қарсылас Озай мен Азула сияқты кейіпкерлердің бейнесі арқылы билік пен құмарлықтың қаншалықты жойқын болуы мүмкін екені ашылады. Озайдың күшке құмарлығы бүкіл әлемді күйретсе, Азула ішкі күйзеліс пен қорқынышқа ұшырай отырып, ақырында өзін-өзі жояды. Бұл биліктің адам жанына тигізетін сұмдық әсері. Мультфильмде көрсетілген соғыс пен қанау, жеке және қоғамдық трагедиялар барлығы адамзат тарихындағы сұмдық шындықтардың кішкентай көрінісі. Сонымен қатар кейіпкерлердің күрестері, жан мен рухтың терең дағдарыстары, кешірім мен қайта тұру жолындағы ауыр сынақтар, мысалы Зуконың ішкі күресі мен өзін-өзі табу жолы, адамға тән әлсіздік пен күштің, үміт пен өкінудің теңдесі жоқ мысалы. Бұл мультфильм арқылы біз адам табиғатын жарық пен қараңғы арасындағы күресін, күштің, адалдық пен намыстың қалай айқасатынын көреміз. Аватар тек қызықты оқиға емес, ол өмірдің сұмдықтарын қабылдап, олмен күресуге үйрететін терең әрі мағыналы шығарма. Мультфильм жасаған екі адам. Олар екеуі де бұрын Nickelodeon арнасында жұмыс істеген тәжірибелі анимация мамандары болатын. 2001 жылы олар шығыс мәдениетіне, буддизм, даосизм философиясына жауынгерлік өнерге қызығушылық танытып, осы идеяны анимация тілімен жеткізуді қолға алады. Негізгі шабыт Жапония анимациясынан аниме алынған. Бірақ олар батыс пен шығыстың стильдерін біріктіріп, жаңа бірге көркемдік бағытта жасап шығарды. Жоба алғашында Nickelodeon студиясына ұсынылған кезде, олар баланың бүкіл әлемді құтқаруға деген сапарын көрсететін идеяны ұнатты. Аватардың оқиғасы 4 ұлттың су, жер, от, ауа арасындағы тепе-теңдік пен бұзылған үйлесімді қалпына келтіру туралы. Әлемде тек аватар деген тұлға барлық 4 стихияны меңгеріп, әлемнің тепе-теңдігін сақтай алады. Бұл ғажайып әрі жүрек ауыртар туындының авторы Масаши Кишимото. Ол 1974 жылы Жапонияда дүниеге келген. Кішкентай кезінен Дракон Бал және самурайлық фильмдерге қызыққан. Осы шабытпен ол 1999 жылы Наруто мангасын жаза бастайды. Манга 15 жыл бойы үздіксіз шығып, 700 тарауға, ал анимесі 1000-нан аса эпизодқа жетті. Бірақ бұл эпизодтардың артында не жасырын? Итачи бауыр үшін қылмыскерге айналған қаһарман. Көз алдында бүкіл отбасын өлтіру бұл қасірет пе әлде ерлік пе? Итачи Учихо Саскені қорғау үшін өз кланын жойды. Оны бәрі жау санады. Бірақ шын мәнінде ол өзін отады мен бауырын сақтау үшін жанын қиған қаһарман еді. Оның ішкі жаны азабы адам төзгісіз, нағыз психологиялық қорқыныш. Арачимару ғылым шекарасына өткен зұлым. Арачимару тек қарапайым жауыз емес, ол өмірді ұзартуды армандаған, адам денесіне тәжірибе жасаған сұмдық кейіпкер.
оның зертханалары мен құрбан болған жандардың тағдыры нағыз қорқынышты фильм сияқты. Гарра, махаббат көрмеген бала. Гара кішкентай кезінен қарғыс атқан анасы оның туған сәтінде қайтыс болды, ал әкесі оны қару ретінде ғана көрді. Достарсыз, сүйіспеншіліксіз өскен бала қалайша адам өлтірушіге айналды. Бұл қоғамның балаларға деген қатыгездігінің көрінісі. Соғыс пен саясат балалардың балық шағын ұрлаған жүйе. Наруто әлеміндегі балалар 12 жасынан соғысқа қатысады. Өлім мен өлтіру олардың күнделікті өмірі. Бұл тек фантастика емес, бұл шын өмірдегі саяси ойындар мен соғыстардың ауыр символикасы. Наруто жай ғана аниме емес. Бұл адам психологиясы, соғыс зардабы, құрбандық пен мораль туралы терең дүние. Масаши Кишимото бізге тек шытырман оқиға емес, шынайы өмірдің қасіретін көрсетіп кетті. Интернетте көп айтылмайтын бір аңыз бар. Ол Наруто анимесін көріп отырған кезде болған бір түрлі оқиға туралы. Көп адам сенбейді, бірақ дәл осындай жағдай басқа да көрермендердің басынан өткен. Бұл сәйкестік пе, әлде бір нәрсені расымен жасырын ба? Оқиға. Менің жасым 15-те еді. Сол күні кешке ештеңе де өзгеше емес болатын. Жатар алдында Нарутоның Шипуден бөлімін қарап жатқанмын. Түнгі 1:47-те 135-ші бөлім жүріп жатқан. Итачи Саскемен сөйлесіп тұрған эпизод. Бір кезде экран бір сәтке қатып қалды. Бірақ Netflixпен немесе YouTube емес, мен видеоны флешкадан қарап отырғанмын. Қатып қалған кадрда Итачидің көзі тура маған қарап тұрғандай болды. Мен видеоны тоқтатып қайта қосайын десем, ештеңе істемейді. Компьютер жауап бермей қалды. Сол сәтте бөлмедегі температура бірден суып кетті. Терезе жабық, жылу қосылы, бірақ менің тістерім тісіме тимей қалтырап кеттім. Бір түрлі дыбыс шықты. Сырттан емес, құлақтың ішінен сияқты. Әлсіз сыбыр. Сен де көрдің бе? Шошып кеттім. Видеоны өшіріп бәрін тоқтаттым. Бірақ сол түннен бастап мен не екенін белгісіз ұйықтасам, Итачидің көзі түсіме кіреді. Ол үндемейді, тек қарайды. Фанаттар не дейді? Бұл оқиға Reddit, Аджан сияқты форумдары талқыланған. Бір қызығы, бірнеше адам дәл сол бөлімде, дәл сол эпизодта бір түрлі сезім болған мойындаған. Көбі дәл сол Итачидің қатысуымен болған бөлімдерден кейін қорқынышты түс көргендігін айтады. Масаши Кишимотаның өзі мұндай нәрселер туралы ешқандай айтпаған. Бірақ фанаттар арасында кейбір эпизодтарға арнайы жасырын дыбыстық жиілік немесе сурет салынған деген қауесет бар. Бұл рас па? Әлде анимені тым көп кеткен фанаттардың елесі ме? Белгісіз. Бірақ осыған ұқсас оқиғалар бір емес, бірнеше рет тіркелген. Наруто бізге таныс, жаңа жақын аниме. Бірақ түн ішінде жалғыз көріп отырған кезде ол да өзгере бастайды. Кейбір кадрлар, кейбір дыбыстар адам санасымен ойнай ма? Әлде бұл жай ғана қорқынышты фанаттық миф пе? Тағы бір оқиға. Нарутоның күлкісі тоқтамай қойған. Бір фанат Наруто сериясын қарап отырған. Онда әзілкеш Наруто қатты күледі. Бірақ видео тоқтағаннан кейін де дыбыс 10 минутқа дейін тоқтамаған. Ол тіпті компьютерді өшіріп тастаса да құлақ қаптан сол күлкі шыға берген. Үшінші оқиға. Курама айнадан көрінді ме? Наруто мен Кураманың ішкі әлемдегі сөйлесу сценасын көріп жатқанда бөлмедегі айнада бір сәтке қызыл көз жылт етіп алды, дейді бір қолданушы. Ол содан бері айнаға қараудан қорқып кеткен екен, әсіресе түнде. Төртінші оқиға. Саске айғайлаған кезде құлақтан қан кеткен. YouTube'дан Саске мен Итачидің шайқасын көріп отырған бір көрермен Итачидің кинжитсу жасаған сәтінде құлағым шыңылдап кейін жеңіл қан ақты дейді. Бұл дыбыстық ақау ма, әлде басқаша әсер еді ме? Ешкім нақты айтылмайды. Бір фанат Мадара жасаған сценасын көріп отырып ұйықтап кетеді. Бірақ түсіне сол әлемге түсіп қалып 3 күн бойы ойына алмай қойғандай сезінеді. Қайта оянғанда денесі дірілдеп, не болып кеткен өзі түсінбей қалады. Сен де бір түрлі жағдайға тап болдың ба? Түнде Наруто көріп бір түрлі түске кірдің бе? Комментарияға жазыңыз.
Сакура шын мәнінде жоқ адам. Бір аңызы Сакура Наруто мен Саскенің елесі ғана. Оны ешкім шын мәнінде мойындамайды, ешкімнің есінде қалмайды. Бұл миф Сакураға деген фанаттар сынынан туған. Бірақ Сакура иллюзиядағы жалған дос деген қорқынышты идея таралған. Итачи өлілер әлемінің күзетшісі ме? Итачи туралы ең көп тараған фанаттық мифтердің бірі ол тірілер арасында өмір сүріп жүрген рух. Ол өз өмірін арнап отбасы үшін өлтірген адам. Бірақ оны жаны тыныштық таппай адамдардың рух әлеміне қарай өткізеді дейді. Какаши мәңгі қайғылы жамба. Фанаттар Какашиді тірі өлік деп те атайды. Оның айналасындағы бір адам өледі. Оның кезіндегі Шаринган өлі досының көзі. Бұл мифке сенсек, Какаши кінә мен қарғыс арқалап жүрген жан. Ол күледі, бірақ іштей өліп кеткен. Мадара адамдардың иллюзияға мәңгі қамтасыған шынайы демон. Мадараны жай кейіпкер емес, аниме ішіндегі жын дейді. Ол көрермендерді иллюзияға тартады деген аңыз бар. Аниме аяқталған соң фанаттар біз де оның арманына қамалдық деп әзілдейді, бірақ кейбіреулер оны шын айтады. Наруто жай ғана аниме емес, кейіпкерлердің артында мифтер, рухтар және адам санасымен ойнауға арналған символдар жатыр деп сенетіндер көп. Наруто анимесі тек ниндзялар туралы ғана емес, оның әр кейіпкердің артында жасырынып жатқан қорқынышты символика, мистикалық аңызбен жойылмайтын елес бардай көрінеді. Бұл фанаттардың елесі ме, әлде автор шын мәнінде не айтқысы келді? Біз тек сыртқы оқиғаларды көреміз, бірақ әрбір кадрдың астында бір тылсым мән жатқандай. Бәлкім кейіпкерлердің тағдыры көрерменнің де ішкі әлеміне көрсететін айнаның бір түрі болар. Сен осы кейіпкердің қайсы туралы мифке сенесің? Мүмкін сенің де басынан өткен бір түрлі оқиға бар шығар. Комментарияға жаз. Біз оны келесі бөлімде оқимыз. Және есінде болсын, кейде жай аниме деп ойлаған нәрсе ойынмен ойнау мүмкін. Онда достар, қош, сау болыңыздар. Арнаға жазылып лайк басып кетіңіз.